Құрметті көрермендер, сіздермен тағы да жүздесіп отырғаныма қуаныштымын. Өмірден өтсе де артынан өшпес өнеге қалдырған тау тұлға туралы айтатын боламын. Оның есімі Исаак Ньютон мен Михаил Ломоносовтармен қатар аталады. Ғұмырының саналы бөлігін жер асты қазба байлықтарын зерттеуге арнаған. Ол қазақтан шыққан тұңғыш геологы, ұлттық ғылым академиясының тұңғыш президенті, қазақ ғылымының атасы. Ғалымның шын аты Абдулғани, анасы Ғаниым, Ғанышым деп еркелеткен, кейін Қаныш болып аталып кетеді. Сонымен қазақтан шыққан тұңғыш академик, көрнекті ғалым Қаныш Имантайұлы Сәтбаев туралы баяндайтын боламын. Қаныш Сәтбаев 1899 жылы Павлодар облысы Баянауыл ауданы бұрынғы Ақкелін болысының Шадыра ауылында дүниеге келген, кейінірек Сәтбаев болып өзгерген. Әкесі Имантай елге сыйлы шаруаның адамы болған. Атасы Сәтбай қажылық жасау кезінде Мекке қаласында дүниеден өткен. Қаныш бала кезден тау-тастың сырын білуге құмартқан, ауыл молдасынан сауат ашады. 1911-14 жылдары Павлодардағы орыс-қазақ мектебінде бастауыш білім алады. 1914 жылы Семейдегі мұғалімдер семинариясына қабылданады. Ол жерде Жүсіпбек Аймауытов, Мұхтар Әуезовпен бірге оқиды. 1918 жылы семинарияны бітірген соң Семейдегі педагогикалық курста мұғалім болып жұмыс істейді. 1920-1921 жылдары Баянауылда халық судьясы болып қызмет атқарады. Осы кезде Томск қаласында технологиялық институтының профессоры Михаил Анатольевич Усев емделуге, қымыз ішуге келеді. Сол жерде танысып, дидарласа келе Қанышты оқуға шақырады. Сәтбаев Томсктегі білім технология институтының Тау-Кен факультетінің геология мамандығына түседі. Ол жерде небір мықты мамандардан білім алады. Томскте оқып жүріп, алгебра оқулығын орысшадан қазақшаға аударады. Бұл оның тұңғыш ғылыми еңбегі еді. Жоғары оқу орнын бітіргеннен кейін 1926 жылдан бастап Жезқазғанда зерттеу жұмыстарын бастайды. Қарсақбай мыс қорыту комбинатының геологиялық барлау қызметінде жетекшілік етеді. 1926-1942 жылдары 16 жылдың ішінде жым-жырт жатқан Жезқазған сол жылдары қайта түлейді. Сәтбаев Жезқазғанға темір жол мен су қойма салдыртады. Пайдалы қазбалардың шетел мамандары тапқан межеден 60 есеге дейін артық қоры шоғырланғанын анықтайды. Марганец кен орындарын тауып, Ұлы Отан соғыс жылдары Жезді кеніші қорғаныш өнеркәсібіне шикізатпен қамтамасыз ете бастайды. Ел үшін қиын қыстау кезеңде майданды көмірмен, металмен қамтамасыз етіп атсалысады. Тынымсыз ізденіске толы жылдарын жағдайсыз ми далада елдің өсуіне, өнуіне арнаған. Білгірлігінің арқасында Жезқазғанды дүние жүзінде алдыңғы кен орындар қатарына шығарады. 1946-1952 жылдар Қазақ ғылым академиясының іргетасын қалап, институттағы зертханаларды дұрыс жоспарлап ұйымдастыра білді. Ол өзінің ізін басатын көптеген шәкірттер тәрбиелеген. 30 жылдары 100-ден астам докторанттар дайындаған екен. Сәтбаев 1947 жылы кеңестік делегация құрамында Ұлыбританияға Лондон қаласына барған екен. Сапар барысында қазақ баласын алғаш көрген Ұлыбританияның әйгілі саясаткері Уинстон Черчилль Қаныш ағаға қарап, осы айтыңызшы, қазақтың барлығы сіз сияқты алып па деп сұрайды. Сонда Қанекең, о не дегеніңіз Черчилль мырза, қазақ халқы менен де биік, мен кішісімін деген екен. Ойы мен ісінде жүрегі әркез халқым деп соққан, туған жерін шексіз сүйіп, берілген жарқын мінезді біртуар азамат болған еді. Ол Ертіс Қарағанды каналын салдыртуға атсалысып, осылайша Қарағанды, Теміртау, Жезқазған, Екібастұз өңірінің тіршілігіне нәр береді. 1942 жылы құрылған мұражай зерттеу орталығына айналды. Мұражайда 60 мыңнан астам экспонаттар, қазба байлықтары, минералдар мен тау жыныстарының үлгілері сақталған. Ол кең байтақ даланың байлығын паш етіп тұр. 1951-1952 жылдары Сәтбаевқа жала жабылып, қызметтен алады. Студент кезінде Шоқан Уәлихановтың Ер едіге эпосын өз білгенін қосып қайта жазып шығарған жұмысын айыптап, әулетті Байманаптан шыққан деп, әулетін жасырды деп, және де кадр жұмысын дұрыс ұйымдастырмады деп кінәлап, ұлтшыл деген айып тағады. 1955 жылы ақталып шығып, қызметіне қайта оралады. Александр Затаевичтің 500 қазақ әндері мен күйлері жинағына 25 фольклорлық шығарма тапсырып, осылайша қазақ руханиятына өлшеусіз мұра қалдырған. 64 жасында дүниеден
озады. Оның атымен қазіргі таңда көше, ауыл, мектеп, қала, университет, институт, мұздық, гүл, минерал, аспандағы жұлдыз, яғни ғаламшар да аталады. Қаныш Имантайұлы Сәтбаев жұмысына беріліп істеген еді. Өзінің артынан геология институты, ғылым академиясы мен кен орындарын қалдырды. Нағыз ғалым, не нәрсе болса да нағыз адамгершілікпен түсіне біліп, отаншылдық пен патриоттық сезімін айқын көрінген тау тұлға ол Қаныш Имантайұлы Сәтбаев.